Ассалаумағалейкум достар, бүгін мен тағы да жүрілген көліктердің бағасына обзор жасауға келген болатынмын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк пен комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Егер де видеороликте бірдеңе ұнамай қалатын болса, оны комментарийға жазып қалдырып кетсеңіздер, келесі видеоларда сол қателіктерді кетірмеуге, жол бермеуге тырысамыз. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Далада минус 30 градус Астанада. Келесі көлік Subaru Legacy. 98 жылғы екен. Объемы 2,5, бензин 650 мың километр жүрген. Бағасы 2 420 мың теңге. Келесі көлік бізде Nissan NP 300. 114 мың километр жүрген. Арқасында прицептері бар. Өзінің шаруашылығы бар адамдарға, мысалы стрек сияқты адамдарға керек болса. Объемы 2,5, 2011 жылғы екен. Бағасы 4 600 мың. Келесі көлік бізде Range Rover. Жалпы сырт жақтарын көретін болсақ, сырт жағынан ешқандай ақаулығы жоқ. Ал салонын көрейік. Салоны кожаный. Бағасы 3 820 мың. Туксон 4 880 мың сұрап тұр екен. Объемы 206 мың километр жүрген. Капотын ашып көрейік. Астында не бар? Жап жаңа тап-таза қойыпты. Chevrolet Tracker 2013 жылғы автомат. Бағасы 5 80 мың сұрап тұр екен. Іші велюр, жүрілгені 79 мың километр. Объемы 1,8. Келесі көлік бізде Mitsubishi Pajero 2007 жылғы. 200 мыңдай километр жүрген екен. Сыртында ешқандай бір ақау көріп тұрған жоқпын. Бағасы 7 120 мың. Салонын көретін болсақ. Салоны кожаный, ақ кожадан жасалған. Ал келесі көлік бізде Hyundai Accent 2013 жылғы автомат, 1,4 объем. Бағасы 4 220 мың. Бордовый цвет. Қызыл түсті. Келесі көлік бізде Kia Soul 3 870 мың теңге сұрап тұр екен. Автомат 53-57 мың ғана километр жүрген 2014 жылғы. Объем 1,2. Бензинмен жүреді. Келесі көлік бізде Skoda Octavia 2014 жылғы. Объем 1,4. 5 340 мың теңге сұрап тұр екен. Келесі көлік бізде Kia Cerato 2014 жылғы. Объем 1,6. Бағасы 4 360 мың теңге. Көрсеңіздер болады сыртын. Келесі көлік бізде Volkswagen Passat 2012 жылғы автомат. 2500 кубический сантиметр. Объемы 5 600 мың теңге екен. Toyota Corolla 2016 жылға 6 980 мың. Келесі көлік тағы да Skoda Rapid 2014 жылға автомат 5 80 мың теңгеге. 42 мың ғана километр жүрген екен. 1,4 объем. Келесі көлік бізде Mercedes C-класс 2013 жылға 1,8 автомат 6 840 мың теңгеге. Volkswagen Passat 2014 жылғы объем 1,8 автомат. Бағасы 5 280 мың теңге. Hyundai Elantra 2012 жылғы объем 1,6 автомат. Бағасы 4 870 мың теңге. Келесі көлік бізде
Toyota RAV4 2001 жылғы, объемы 2 автомат, 4 миллион 60 мың теңгеге. 148 мың ғана километр жүрген. 2013 жылғы Chevrolet Tracker бар болғаны 53 мың километр жүрген, объем 1.6 автомат, 5 миллион 90 мың теңгеге. Келесі көлік бізде Lexus GS 450 гибридный H. Жылы 2011 автомат, жүрілген 109 мың ғана километр, 8 миллион 390 мың сұрап тұр екен. Kia Rio автомат, 1.6, объемы 131 мың километр жүрген, 4 миллион 220 мың теңге. Келесі көлік бізде Lexus ES 350 2012 жылға, бағасы 9 миллион 670 мың. Ішіндегі салонын көретін болсақ, кожадан жасалған, жүрілгені 145 мың ғана километр. Келесі көлік бізде Nissan Almera 6 мың ғана километр жүрген екен. 2018 жылға автомат 2.5 7 миллион 960 мың теңге сұрап тұр екен. Жақсы машиналарды таба алмайсың деп кім айтты? Табуға болады екен. Volkswagen Passat 2011 жылға 150 мың километр жүрген, бағасы 3 миллион 800 мың. Lexus LS 460, объем 4.6 автомат, жүргені 120 мың, жылы 2008, бағасы 5 миллион 880 мың. Mercedes E300, жылы 2009, 250 мың километр жүрген, объемы 3.0, бензинмен жүреді, 6 миллион 480 мың теңге екен. Skoda Rapid автомат 2014 жылға 100 мың километр жүрген екен, 3 миллион 480 мың теңге тұрады екен. 2010 жылға Mitsubishi Lancer 133 мың километр жүрген, бағасы 2 миллион 760 мың. Автомат, объем 1.5. Қара түсті. Toyota Yaris 2009 жылға, механика, жүрілген 230 мың километр, бағасы 2 миллион 990 мың теңге. 3 миллион теңге екен. Келесі көлік бізде Hyundai Elantra 2018 жылға, қателеспесем, 2019 жылға, объемы 1.6 автомат, 59 мың километр жүрген, 6 миллион 420 мың теңге сұрап тұр екен. Көрініп тұрғандай. Kia Sportage келесі көлік. Бұл көліктің бағасы шамамен 3 миллион 600 мың теңге, объемы 260 мың километр жүрген, дизельмен жүреді екен бұл көлік. Ал Renault Logan жаңалау сияқты. Ішін көрейік. Объемы 1.6, механика, 2 миллион 420 мың теңге сұрап тұр екен. Жүрілгені 199 мың. Mercedes E-класс. Қазір сырттарын көрейік. Көрінше келесі ішіне өтеміз. Көлік 2007 жылға, Ешка 350, объемы 3.5, 244 мың километр жүрген, 3 миллион 780 мың сұрап тұр екен. Іші ақ кожадан жасалған, қатты тоз үлгермепті. Қара түсті равон, бағасы 3 миллион 300 мың. Автомат. Келесі көлік Lada Largus. Сыртқы келбеті осындай. 2014 жылға 2 миллион 810 мың теңге сұрап тұр екен. Келесі бізде Nissan Tiana. Объемы 2.5. Іші қара кожадан жасалған. 5 миллион 210 мың теңге сұрап тұр екен, 156 мың пробег. Infiniti автокөлігі.
Бағасы 8 миллион 390 мың. Объемы 3,5, FX 35 деген. Машина. 156 мың пробег. Ақ кожадан жасалған. Келесі бізде Volkswagen Golf. Golf автокөлігі. Іші велюрдан жасалған. Бағасы 4 миллион 110 мың теңге екен. Объем 1,4. Автомат. Қалаға арналған көлік. Subaru Forester. $2 миллион 860 мың. Объем 2,5. Объем 2,5. 2 миллион 860 мың теңгеге. Peugeot. Іші кожадан жасалған. 306 қателеспесем. Кожасы ескіріп қалған. Объемы 263 мың километр жүрген. 2 миллион 120 мың теңгеге. Келесі көлік бізде Lexus GS 300. 2005 жылғы. Объемы 5 миллион 490 мың теңге. 5 миллион 500 мың сұрап. 2011 жылғы Nissan Murano 11 миллион 360 мың теңге сұрап тұрген. Hyundai Santa Fe. Объемы 2,4. Бензинмен жүреді. 114 мың километр жүрген. Бағасы 8 миллион 360 мың. Mini Counterman деген машина 2011 жылғы 7 миллион 620 мың теңге сұрап тұрген. 2011 жылғы Toyota Avensis. Объемы 2. 7 миллион 230 мың теңге сұрап тұрген. 2014 жылғы Hyundai Accent автомат 4 миллион 670 мың теңге сұрап тұрген. Келесі көлік бізде Mercedes C 180 автокөлігі. Объемы 1,8. Бағасы 6 миллион 280 мың теңге. Автомат. Іші велюр. Жалпы ескіріп үлгермеген көлік. 2011 жылға. Ал келесі көлік бізде MG 350 автокөлігі. 2014 жылғы. 117 мың километр жүрген. Бағасы 2 миллион 910 мың теңге екен. Lexus LS 460. Кожа 2006 жылғы. Объем 4,6 автомат. Бағасы 3 миллион 760 мың екен.